Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Каз бизнес арнасы, бұл интернеттен ақша табарының канал. Достар, егерде арнаға тіркелмесеңіздер, тіркеліп осы видеоға лайк басуды, коммент жазуды, сонымен қатар видео деген вкладкада керемет схемаларды көруді ұмытпаңыздар. Ал мен осы видеомды бастаймын. Достар, қазір көпшіліктің аузында жүрген UB футбол туралы сіздерге айтып беретін боламын. Бұл UB футбол ол скам проект болып табылады. Бұл жерде біз бонус алу арқылы ақша табамыз. Яғни қарайтын болсаңыздар, мына жерде де несі бар, заголовкалары бонус на первый депозит дейді. Одан кейін вознаграждение адам шақырғанға 5 адам шақырғанға $15, 20 адам шақырғанға $80, 50 адам шақырғанға $200 деген секілді. Яғни почти блогерлерге сөйтіп төлейді екен. Бірақ шын немесе өтірік беретінін білмеймін. Бұл баяғыдағы W11 дейтін, яғни футболный проектке ұқсайды. Яғни ол да осы аккаунтқа доллар салып беріп, яғни ойнататын. Осындай өтірік нелерге командаларға тіккізіп, яғни бонусты көбейтіп выводқа шығартатын. Бұл жерде ең алдымен біз не істейміз? Регистрациядан өтеміз. Регистрациядан өтуді білмесеңіздер, қазір көрсететін боламын. Регистрация деген жерде, мына жерде ең біріншіне логин жазамыз. Мына айтып тұр, комбинация цифр и букв. Екеуін бірде жазасыздар, одан кейін пароль жазасыздар, тоже солай. Промокод менің артымнан келеді, одан кейін номер телефон жазасыздар, одан кейін капча жазуды есіңізден шығып кетпесін. Вход деген батырманы басамыз, одан кейін. Мына жерде қазір капчаны қайтадан теретін боламын, 99-100. Яғни вход деген батырманы басамыз. Не сейчас деген батырманы басайын. Одан кейін сіздер өздеріңіздің личный кабинеттеріңізге кірдіңіздер. Міне мен өзімнің атым тұр. Одан кейін ең алдымен личные данные деген батырманы басамыз. Пароль для снятия средств деген обязательно жазамыз. Сіздерде бұл жерде новый деп былай деп тұрмайды. Ең алдымен сіздер осы тіркелгендегі парольді жазасыздар, одан кейін новый пароль жазасыздар, одан кейін қайталайсыздар. Бірақ ол снятие средствқа, яғни соны тіркейсіздер. Мой кошелек деген жерге кіресіздер. Мына жерде тура осылай тұру керек. Ол үшін добавить банковский карту деген жазасыздар, валютаға USDT, адрес кошелька деген жерге сіздер Трест немесе Binance'та тіркелген болуларыңыз қажет. Мына жерде тизер деген тұрады, мен получить деген батырманы басамын, скопировать деп мына жерге тіркеймін. Одан кейін сетке Трест 20 деп жазамыз, немесе ERS20. Өзіме Трест 20 ыңғайлы. Пароль для снятия средств жаңағы жердегі тіркеген, яғни парольдарыңызды жазасыздар, одан кейін окей батырмасын басасыздар. Сөйтіп тура осылай банковский карта шығады. Яғни осылай сіздер өз аккаунттарыңызда тіркеп боласыздар. Енді қалай $8 бонус аламыз? Ол үшін достар, міне осындай бір блогердің несіне кіреміз, группасына футбол $8 дейді. Соның ішінде соның админы болады. Міне бұл жерде админы қазір көрейік. Админ жаңағыдай жоқ, мен өзімнің перепискамды көрсете салайын. Айтым қалай $8 бонус кіруге, яғни алуға болады. Бұл жерде айтты, история чатты қараңыз, мен айтып берген болатын дейді. Одан кейін мен ол жерде ешнәрсе жоқ, история чатты жауып тастаған дедім. Одан кейін айттым, мен барлығын жасадым, тіркелдім, өзімнің кошелегімде тіркелдім дедім. Одан кейін имя жаз деді, одан кейін имя мен ID-имді жазып жібердім. Одан кейін сізге бәрі түсінікті ме деді. Мен жарайды түсінікті дедім. Одан кейін маған бір аккаунт берді. Одан кейін мен айттым, бұл жерде прогноз қашан болады, біріншісіне үлгермей қалдыңыз деп жазды. Одан кейін мен айттым, тез айта салыңызшы, менің уақытым жоқ дедім. Одан кейін ол жазып жіберді. Осындай уақыттарда прогноз болады, сіз үлгеріп қалыңыз деді. Яғни ол өздерінің сайттарында болады. Қазір көрсететін болам, коммуникационный группа деген секілді осыда болу қажет негізінде. Себебі бұл жерде барлығы бар, қараңыздар. Админ, міне осы жерде админ, одан кейін міне Диетер, Ана, Елена деген секілді нелері бар, яғни өзінің адамдары бар. Осы жерде жасайсыздар, яғни полставкеге 3 күнге жұмыс жасайды дейді. Одан кейін ол суманы на жерге жасалмайды деп жатыр, білмеймін. Яғни суманы осы жерге аудармайды, тек сразу прямо өздеріңіздің Трест кошелектеріңізге аударады деп жатыр. Сол себепті кошелектеріңізді тіркеп қоюларыңыз қажет. Сонымен қатар не админге жазасыздар, не сол жерде өздері көрсетеді достар. Мен сіздерге бұл жерде қарапайым тілмен барлығын түсіндіріп жатырмын. Яғни солай 3 күн жұмыс жасап,
яғни 3 күн, неге 3 күн дейтін болсаңыздар, яғни бұл жерде минимальный сумманы көру қажет. Вывод деген батырманы басып USDT 320. Міне минимальный разовый вывод средств бұл жерде $20 деп тұр. Білмеймін, бірақ 3 күнде $20 жетеуге бола ма, немесе бұл жерде өзінің бонусын ғана бере ме? Бұл жерде негізі өзінің ғана бонусын беру керек. Себебі барлығында, яғни кейбір адамдар шығарған кезде өзінің бонусының счетын көрсетіп жатыр. Яғни Binance-тағы, сонымен қатар Trust Wallet-тегі.